Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінің 71-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырып сөз құрамы және түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта сіздер түбір мен қосымшаны ажырата аласыздар. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай аласыздар. Оқулықтың 15-ші бетін ашып 27-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде қандай суреттер берілген? Палуан, шаңғы, шаңғышы. Енді осы сөздерде түбір мен қосымшаны ажыратайық. Бұл жерде палуан, бір палуан ол түбір сөз болып табылады. Екінші суретте палуандар, яғни көп адам берілген, яғни палуандар көпше түрде берілген. Бұл жерде палуан түбірі болады, түбір сөз, ал дар деген қосымша болып табылады. Келесі шаңғы, түбірі шаңғы, түбір сөз, бұл зат. Одан кейін шаңғыны тебетін адамды шаңғышы дейміз. Бұл жерде шаңғышы деген сөздің түбірі шаңғы, шы бізде қосымша, яғни түбір сөзге жалғанған бөлікті біз қосымша дейміз. Енді осыдан ережені құрастырайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, дәптер, жыл, спорт, палуан. Яғни бұл сөздер ары қарай бөлінбейді. Яғни бір анық мағынаны білдіреді. Келесі сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, дәптер, бірінші ережеде міне дәптер, дәптері бізде қосымша болып табылады, яғни түбір сөзге бөлік жалғанса, ол қосымша болып табылады. Келесі жыл, жылдар, дар қосымшасы жалғанған. Спортшы, спорт деген сөзге шы қосымшасы жалғанған. Палуандар, яғни дар қосымшасы жалғанған. Түбірдің белгісін біз осындай белгімен белгілейміз. Мысалы, күйші. Осы сөздің түбірі күй, шы бізде қосымша болып табылады. Келесі 16-шы беттегі 28-ші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде сіздерге шаңғы жарысында деген мәтін берілген. Оқиық. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім. Бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз, деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп таяқты ықшына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасын ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді, бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтін не туралы айтылған? Мәтінде қандай кейіпкерлер берілген? Бұл жерде Тәуке және Ержан деген бала туралы және олардың спорттан мұғалімі. Олардың шаңғы жарысына қатысқаны туралы берілген. Енді қалай ойлайсыңдар? Осыны жаңағы Тәуке ең аяғында әлсіреп қалғанын сезеді. Бірақ та оның көз алдына балалардың рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Енді қалай ойлайсыңдар? Бұл мәтінді қалай жалғастыруға болады? Өз ойыңмен жалғастырып кет. Яғни Тәуке бұл жерде жеңіле ме, әлде күш жинап Ержанды жетіп жеңіске жете ме? Осыны өздерің жалғастырып көріңдер. Тәукенің әрі қарай қандай әрекет жасайды деп ойлайсыздар? Яғни бұл жерде жаңағы мәтінді өзің жалғастырып, Тәукенің әрекетін жазып шығасыздар. Келесі, бұл жерде қарамен жазылған сөздер бар. Осы сөздердің түбірі мен қосымшасын табу керек. Қарамен жазылған сөздерді жазып алайық. Бұл жерде бірінші жарыс
сөзі берілген. Жарыс ол бізде түбір сөз. Келесі жарысқа түбірі жарыс болса, бізге қа деген қосымша жалғанған. Келесі тәуке бізде түбір сөз. Тәукені бұл жерде түбірі тәуке, ні бізде қосымша. Тәукенің түбірі тағы да тәуке, нің деген бізде қосымша болып табылады. Келесі 17-ші беттегі 29-шы жаттығуды орындайық. Бұл жерде өлеңді жатқа жаз дейді. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап, шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Бұл жерде не істеу керек? Қарамен жазылған сөздерді оқимыз, яғни маңдайдан, шаңғым, қыраттан. Енді осы сөздердің түбірі мен қосымшасын анықтаймыз. Бірінші сөзде маңдайдан түбірі маңдайдан қосымша. Келесі шаңғым түбірі шаңғы, мы бізде қосымша. Қыраттан түбірі қырат, тан қосымша. Осыны дәптерге жазып аласыздар. Келесі 17-ші бетте 30-шы жаттығу берілген. Бұл жерде тәжірибе жаса дейді. Бұл жерде орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жауып көр. Яғни орманшы деген сөзді негізгі бөлігін, яғни түбір сөзді жауып көрейік. Енді бізде ш деген қосымша қалды. Қалай ойлайсыздар? Осы ш жалғыз тұрған кезде мағына бере ме? Бұдан қандай ереже шығаруға болады? Қосымша жеке тұрғанда ешбір мағына бермейді. Яғни біз жаңа орман деген сөзді алсақ, ол орманды біз білеміз. Ал ш ешқандай мағынасы жоқ қосымша. Ондай мағынасы жоқ сөздерді біз қосымша дейміз. Назарларыңызға рахмет.